ядролық физика бақылау жұмысының екінші есебін қарастырайық. Азот атомының ядросы берілген, е. Азот атомының ядросының массасы берілген 14,00304 массалық атом бірлігіне тең. Протонның массасы 1,00728 массалық атом бірлігіне тең. Нейтронның массасы 1,00867 массаның атом бірлігіне тең. Және С квадрат, жарықтың вакуумдағы жылдамдығының квадраты керек болады бізге. С квадрат 931,5 мега электрон вольт бөлінген мапқа. Осы азот ядросының байланыс энергиясы мен меншікті байланыс энергиясын табу керек. Ең алдымен массаның өлшем бірлігі туралы айтып кетейін. Бір массаның атомдық бірлігі деп отырмыз. Бөлшектердің ядроның массалары осы өлшем бірлігінде берілген. Бұл қандай өлшем бірлігі? Әсіресе бұл өлшем бірлік мап деген ядролық физикада, атомдық физикада қолданылады. Сондықтан бұл жөнінде білгеніміз дұрыс. Бір массалық атом бірлігі дегеніміз ол көміртегі атомының массасының 12-ден 1 бөлігіне тең. Бұл физикалық есептеулер жасаған кезде өте ыңғайлы болғандықтан қолданылады, және сол үшін ғалымдардың ыңғайлылыққа қолданатын өлшем бірлігі. Есепті шығармас бұрын біз бір сұраққа жауап берейік. Ол үшін мына суретке жүгінейік. Атом ядросында нуклондар бар дедік. Алдыңғы есепте де айттық. Нуклон дегеніміз ол оң зарядталған протондар мен зарядсыз бөлшектер, нейтрондар. Кез келген атомның ядросы осы нуклондардан тұрады, яғни протондар мен нейтрондардан тұрады. Дәл осы мәселені қозғаған кезде мен оқушыларыма бір сұрақ қойым. Кәні төменгі сыныптардан естеріне түсірейікші. Ядроның құрамында протондар бар де, протонның барлығы оң зарядталған. Онда ол протондар не істеуі керек ядроның ішінде деген сұрақ қоямын. Бұл сұраққа оқушылар ойланып қалады. Біз енді созбай бірден еске түсіріп жауап берейік. Төменгі сыныптарда электр бөлімінде Кулон заңы деген заңмен танысқанбыз. Кулон күші деген күшпенен танысқанбыз. Осы Кулон заңы бойынша аттас зарядтар бір-біріне жақындағанда тебілу керек. Аттас емес зарядтар бір-біріне жақындағанда тартылу керек. Аттас заряд дегеніміз плюс пен плюс зарядтар, немесе минус пен минус зарядтар. Тебілу керек бір-біріне жақындағанда. Ал аттас емес зарядтар дегеніміз плюс зарядпенен және минус заряд бір-біріне жақындағанда тартылуы қажет. Олай болса, атом ядросындағы протондар өте кішкентай кеңістікте, өте кішкентай көлемде орналасқан, бір-біріне өте тығыз. Олай болса, олар аттас заряд болғандықтан
кулон күші олардың арасында өте үлкейіп кету керек те, протондар бір-бірін ядродан оқтай теуіп шығару керек. Жоқ, олай емес. Дүние орында тұр. Дүниедегі миллиардтаған, триллиондаған атомдар сол күйінде. Олай болса, яғни протондар ядродан бұзып шығып кетіп атқан жоқ деген сөз. Қандай сұрақ туады бұдан? Бұдан туатын ой, егер ядродағы протондар кулон күшіменен тебіліп атса, бірақ ядродан олар ұшып шығып кетіп жатқан жоқ болса, яғни сол кулон күшіне қарсы бағытталған, кулон күшін жеңетін ядроның ішінде басқа бір күштер бар деген сөзді. Деп, ғалымдар да осындай болжам жасаған. Міне осындай болжамнан барып, жаңа күштер, яғни ядроның, атом ядроларының ішінде әсер ететін ядролық күштер болжап табылған. Яғни біз алдыңғы қойған сұрағымызға былай деп жауап береміз. Атом ядросының ішіндегі протондарды, тек қана протондарды емес, нейтрондарды да, яғни нуклондарды, ядроның ішіндегі нуклондарды ядроның ішінде ұстап тұрған, сағымдап, өте үлкен ядролық күштер бар. Олар тіпті аттас зарядты протондардың өзін кулон күшіменен шашырап кетпестен сол ядроның ішінде тұруға мәжбүрлеп тұр. Міне ғалымдар осындай болжамнан өлшеп тәжірибелерден анықтап көргенде, ядролардың ішіндегі ядролық күштер кулон күшінен, яғни электр әсерлесуші күштен 100 еседей үлкен екен. Яғни әрбір атом ядросының ішінде орасан зор ядролық күштер үздіксіз әсер етіп нуклондарды ядроның ішінде ұстап тұр. Ал өте үлкен күштер бар әсер ететін жерде, өте үлкен энергиялар бар. Яғни біз әңгімені былай қорытындыласақ болады. Әрбір атом ядросының ішіне орасан зор ядролық энергиялар жинақталған. Олар ядроның ішіне тұмшаланып, тұйықталып, сол жерде әсер етеді. Тағы бір сұраққа жауап берейік. Ал сол ядролардың ішіндегі ядролық энергияларды ядродан босатып, шығарып алып, пайдалануға бола ма екен? Ол енді бір жатқан орасан энергиялар қоры екен ғой. Пайдалануға бола ма екен деген сұраққа ғалымдар әлдеқашан жауап берді. Ядроның ішіндегі нуклондарды ұстап байланыстырып тұрған энергияны пайдалануға болады екен. Сондықтан да сол ядроның ішіндегі ядроларды, нуклондарды бір-бірімен байланыстырып ұстап тұрған энергияны байланыс энергиясы деп атады. Тағы бір айтып өтейік. Ядроның байланыс энергиясы дегеніміз, ол ядродағы нуклондарды байланыстырып ұстап тұрған энергия. Ал ядроны қандай да бір әдістерменен нуклондарға адырататын болсақ, бұзатын болсақ, сол байланыс энергиясы босап шығады. Яғни, кез келген атом ядросын егер біз нуклондарға адырататын болсақ, ол ядроның адырауы кезінде ядроның байланыс энергиясы бөлініп шығады екен. Міне қазіргі есебіміз осы байланыс энергиясын табуға арналған. Міне енді осы әңгімені кішкене ары қарай дамытайық. Мынадай бір өте маңызды мәселе бар. Мына екінші қолдан салынған суретке қарайық. Сол жағында нуклондар бос ядроның ішінде емес, бос қозғалып жүр. 5 нуклон салып қойдық дейік, мысалы, болмаса бір
белгілі бір саны нуклондардың бос күйде ядроның ішінде емес. Бір протонның массасы mp, бір нейтронның массасы mn, жалпы протондардың саны z, нейтрондардың саны n. Олай болса, бұл нуклондардың жалпы массасын былай тапсақ болады. Бір протонның массасын mp-ны жалпы протондардың санына көбейтсек, жалпы протондардың массасы шықпай ма? Дәл сол сияқты бір нейтронның массасын жалпы нейтрондардың санына көбейтсек, нейтрондардың массасы шықпай ма? Олай болса, олардың қосындысын алатын болсақ, бұл бос күйде қозғалып жүрген жалпы нуклондардың массасы болып табылады. Ал енді сол нуклондарды ядроға біріктіріп қарайтын болсақ, ол оң жақтағы сурет міне. Сол бар нуклондар бір ядроға бірікті дейік. Не болады екен осы жағдайда дегенде, мынандай бір қызық құбылысты ғалымдар әлдеқашан тәжірибелермен дәлелдеген. Бос жүрген 5 нуклон бір ядроға біріккен кезде пайда болған ядроның массасы m ядро дәл сол нуклондар бос жүрген кездегі массадан кіші болады екен. Міне осындай бір өте маңызды құбылыс бар. Тағы бір айтып өтейін. Бос қозғалып жүрген нуклондардың массасынан олар ядроға біріккен кездегі пайда болған ядроның массасы аз болады екен. Яғни жалпы нуклондардың массасы ядроға біріккенде кемейеді. Сұрақ туындайды бірден. Ол кеміген масса қайда кетті ол? Бұл сұраққа ғалымдар былай деп жауап берді. Нуклондар ядроға біріккен кезде оларды бір-бірімен байланыстырып ядрода ұстап тұру үшін энергия жұмсалады. Әлгі айтқан ядролық энергия керек болады. Міне массаның, нуклондардың жалпы массасының біраз бөлігі осы нуклондарды ядроға біріктіріп ұстап тұруға жұмсалады. Яғни массаның біраз бөлігі энергияға айналады. Ол орасан үлкен энергиялар болады. Ол энергия ядроны құрастырып, нуклондарды байланыстырып ұстап тұру үшін жұмсалып тұр. Міне осы энергияны ядроның байланыс энергиясы деп атаймыз. Ал енді масса энергияға айналды деген сөзді қалай түсіндіреміз десек, біз атақты Эйнштейн формуласын еске алуымыз керек. Эйнштейннің формуласы бойынша кез келген энергия ол массаға тура пропорционал. Е тең МЦ квадрат. Кез келген энергия массаға тура пропорционал. Немесе энергия массаға эквивалентті. Бір-біріне өте береді деген сөз. Өте беретін шамалар деген сөз. Масса энергияға айналады, энергия массаға айналады. Міне Эйнштейн формуласының ең бірінші маңызы осыда. Бірақ бір ескертетіні, кішкентай ғана масса егер энергияға айналса, ол орасан зор энергия береді. Орасан зор энергиялар массаға тұйықталған деп айтуға да болады. Міне дәл осы заңдылық бойынша нуклондар ядроға біріккенде массаның біраз бөлігі байланыс энергиясына айналады. Міне осындай түсініктерді біраз бекітіп алғаннан кейін біз есебіміздің шартын қайталап еске түсіріп алайық. Есептің шартында азот ядросы нуклондарға ыдыраған кезде бөлініп шығатын байланыс энергиясын табу керек. Азот ядросының байланыс энергиясын табу керек. Және соған сәйкес
азот ядросының меншікті байланыс энергиясын табу керек. Бұл жерде біз бірінші мына формулаға келейік. Міне дельта М дегеніміз алдын айтқан бос нуклондар ядроға біріккен кездегі массаның кемеюін білдіреді. Міне мынау жақшаның ішіндегі өрнек енді бізге таныс. Ол бос жүрген нуклондардың массасы Z протон менен М нейтронның массаларының қосындысы, яғни ядроны құрастыратын барлық нуклондардың массасы, бос жүрген кездегі нуклондардың массасы. Одан сол нуклондар құрастырған ядроның массасын азайтсақ, сонда массаның кемуі шығады. Оны массаның кемуі демейді, масса ақауы деп атайды. Дельта М деген шама масса ақауы деп аталады. Өйткені нуклондар ядроға біріккен кезде пайда болған ядроның массасы кем болады бос нуклондардың массасынан. Бірнеше рет қайталап айтып отырмын. Міне осы массаның кемуін масса ақауы деп атайды. Осы масса ақауы байланыс энергиясына айналады, байланыс энергиясын береді. Сондықтан да байланыс энергиясын табу үшін байланыс энергиясының формуласын дәл осы масса ақауы арқылы жазады. Байланыс энергиясы дегеніміз ол масса ақауын вакуумдағы жарық жылдамдығының квадратына көбейткен тең. Бұл Эйнштейн формуласы бойынша. Міне байланыс энергиясының формуласы. Байланыс энергиясын осы формуламен есептейміз. Ол үшін масса ақауын мына алдыңғы формуламен есептейміз. Сонымен бірге меншікті байланыс энергиясын табу керек. Меншікті байланыс энергиясы дегенім сол. Ядроның байланыс энергиясын массалық санға бөлінуге тең. Яғни жалпы ядродағы нуклондардың санына байланыс энергиясын бөлсек, сонда меншікті байланыс энергиясы шығады. Оның физикалық мағынасы қиын емес түсінуге. Әрбір ядродағы әрбір нуклонға келетін, әрбір нуклонға тура келетін байланыс энергиясы бұл. Сондықтан да мұны меншікті байланыс энергиясы деп атайды. Әрбір нуклонға келетін байланыс энергиясын меншікті байланыс энергиясы деп атайды. Біз мұны қажетті шамаларды есептеуге дайынбыз деп ойлаймын. Не тауып, не істейтінімізді физикалық тұрғыдан енді түсінуге болады, түсінеміз деп ойлаймын. Әрбір есепті шығару үшін оның мағынасын түсініп отыру керек. Мағынасын түсінбей, есепті формальды түрде шығарғанның пайдасы шамалы. Ол ешқандай бір білім береді деп ойламаймын. Сондықтан біз біраз теорияны қайталап, кіріспе жасап, білімімізді бекітіп алдық. Міне енді қажетті шамаларды есептеуге кірісеміз. Есепті шығару үшін тағы бір қосымша айтатын керекті шамалар бар. Сол шамаларды сәл-сәл жазып мына жерде көрсетіп қояйық. Біріншіден, бұл есепке қажет болмаса да айтатын бір мәселе. Электрон мен протонның электр зарядтары элементар заряд деп аталады. Ол екеуінің электр зарядының шамасы тең болады, бірақ таңбас жағынан қарама-қарсы болады. Элементар заряд міне мына санға тең болады. 1,16 көбейту 10-ның -19 дәрежесі кулонға. Табиғаттағы ең бөлшектенбейтін кіші электр зарядының мөлшері міне осы санға тең. Және бір ескеретіні, протон менен нейтронның массасы жуық шамада тең деп алынады, және бір массалық атом бірлігіне тең деп алынады. Ол килограммға айналдырғанда, ол міне 1,166 көбейту 10-ның -27 дәрежесі килограммға тең. Мұндай бір кейбір шамалардың сан мәндерін жатқа біліп ала салған дұрыс. Өйткені осындай атомдық физикада, ядролық физикада, электродинамика бөлімінде өте көп қажет болатын шамалар бұлар.
Және бір қажет болатын мәселе, дәл осы бүгінгі қазіргі есепте бір атомның массалық өлшем бірлігі ол электрон вольтқа айналдырғанда ол мынаған тең болады. Бір массаның атомдық бірлігі 931,5 мега электрон вольт бөлінген с квадрат. С квадрат дегеніміз жарықтың вакуумдағы жылдамдығының квадраты. Бұл есепті шығаруға ыңғайлылық үшін қолданылатын теңдік. Сонымен бірге айта салайық, 1 гига электрон вольт бөлінген с квадрат деген өлшем бірлігі бар. Ол 1,0735 массаның атомдық бірлігіне тең. Бұл да кейбір есептерде қажет болады. Ал енді электрон вольт деген өлшем бірлігін өткен бір есептерді шығарғанда талдап еске түсіргенбіз. Тағы да бір айтып өтейік, 1 электрон вольт деген өлшем бірлігі ол 1,16 көбейту 10-19 дәрежесі джоульға тең. Бұл энергияның өлшем бірлігі. Қажет болған жерінде біз бұл сандарды, бұл шамаларды пайдаланамыз. Міне енді қажетті шамаларды есептеуге кірісейік. Бірінші, массаның ақауын бөлек есептеп алайық. Дельта М азот ядросының масса ақауы. Біз енді сан мәндерін бірден қойып есептей берейік. Формуласын жоғарыда жазып қойдық міне. Олай болса, 7 протон бар. Бір протонның массасы 1,00728 маппен алынады. Нейтрондар санында 7-ге тең. Өйткені массалық сан 14-ке тең. Массалық саннан протондардың санын 7-ні алып тастасақ, нейтрондар санында 7 болып шығады. Оны бір нейтронның массасына көбейтеміз. Бір нейтронның массасы 1,00867. Осыдан азот ядросының массасын алып тастаймыз. Азот ядросының массасы жоғарыда жазылып тұр 14,00304. Есептеген кезде нәтиже былай болып шығады. 0,108-де 61 массаның атомдық өлшем бірлігі. Енді байланыс энергиясын есептеуге мүмкіндігіміз бар. Азот ядросының байланыс энергиясы масса ақауын, яғни 0,10861 мап массаның атомдық бірлігін с квадратқа көбейтеміз. С квадратты дайын өлшем бірлігіменен дайындап берген есептің өзі, сол өлшем бірлігіменен қоя саламыз. 931,5 мега электрон вольт бөлінген мап массаның атомдық өлшем бірлігі. Бұл жерде мап пен мап қысқарып кетеді. Сонда байланыс энергиясын біз мега электрон вольтпен аламыз. Көбейткен кезде байланыс энергиясы былай болып шығады сонда. 101,117 мега электрон вольт. Байланыс энергиясын таптық. Азот ядросының байланыс энергиясы. Енді меншікті байланыс энергиясын табамыз. Меншікті байланыс энергиясын М деп белгілейік. Ол жоғарыда жазғанымыздай алдыңғы тапқан байланыс энергиясын массалық санға бөлгенге тең. Яғни 101,117 мега электрон вольтты массалық сан 14-ке бөлеміз.
Сонда меншікті байланыс энергиясы 7,23 мега электрон вольт бөлінген нуклон. Міне осыған бір мән беріп қарайық. Меншікті байланыс энергиясының өлшем бірлігін біз мега электрон вольт бөлінген нуклон дедік. Оның мағынасын біз жоғарыда түсіндірдік. Тағы бір еске салайық. Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз ядродағы бір нуклонға тура келетін байланыс энергиясы. Міне мынау өлшем бірлігі соны түсіндіреді. Олай болса, есептің жауаптарын жазсақ болады. Азот ядросының байланыс энергиясы 101,17 мега электрон вольтқа тең. Меншікті байланыс энергиясы 7,23 мега электрон вольт бөлінген нуклонға тең. Есеп шақтар.